Құрметті ағайын туыс, шежіремізді қайдан туып, қайдан шықтық, ата тегімізді жоғалтып ала жаздадық қой. Міне мына суреттегі сияқты бәрі шытынап, ыдырап жоғалып кете жаздады. Міне Құдайға шүкір, қазір қайтадан аяқ қолымызды жинап жатырмыз. Осы видеода Найманнан бастап менің әкем Қыдырбайға дейін және де Распай әулетінің шежіресін көрсетейік деп отырмыз. Распай әулетінен шыққан балаларын, қыздарын, солардан тараған балалардың аттары, соларды көрсетіп өтейік деп отырмыз. Енді Шала атамыздан бастап ет жақын туыстарымызды біраз айтайық. Шаладан Распай Саты, Распайдан Қыдырбай, Ахметқали, Мәтке, Зейнеп деген адамдар болған. Сатыдан Әмірғазы, Құрманғазы, Сіләм. Осы туыстарымыз жөнінде нақтылап қазір айтып берейік. Распай Шалаұлы, әжеміздің аты Талжан Биязбай қызы. Біздің әкеміз 3 рет үйленген. Бірінші әйел туралы ешқандай бізде дерек жоқ. Сол жастай баладан қайтыс болып кетіпті. Екінші әйелі Зәмәрия Мүніс қызы, руы Тәуке, 30-шы жылдар шамасында баладан қайтыс болған ол кісіде. Бұл кісіден Әсия деген апайымыз туған. 1920 жылы туып, 70 жылы қайтыс болған. Нұрғожин Мұхтар деген жездеміз болды. Бұл кісілер Ақсуатта тұрды. Әсия апай ерте қызмет істеген адам. Ауданда комсомол комитетінің бірінші хатшысы болды. Почтада істеді, ауыл совет болып істеді. 31-32 жылдар шамасында біздің шешеміз Латипа Садық қызына үйленген. Латипа Садық қызы, руы Тәуке, 15 жыл туған, 1979 жылы қайтыс болды. Шорға ауылының тумасы. Ол кісіден біз енді Роза, Фариза, Саясат, Марат, Нәзигүл, Манарбек, Мейрамбек мен енді. Роза апай 37 жыл туған, 88 жыл қайтыс болды. Мұғалім болып жұмыс істеді. Жездем Мұқышев Тазабек деген кісі екеуі Үржар жақта, сол Қызыл Жұлдыз деген ауылда тұрды. Одан кейін Фариза деген апайым 1939 жылғы 2000 жылы қайтыс болды. Бұл кісіде мұғалім болды. Қайдар Қожаев деген жездеміз болды. Бұл кісілер мына Жарым ауданында жұмыс істеді. Кейін Үржар жақта сон Фариза апай барлық арасында тұрып сабақ берді. Кейіннен Алматыға көшіп кетті, сол жақта жүріп қайтыс болды. Балалары бар. Роза апайдың да балалары бәрі аман есен, ұрпақтары бар. Фариза апайдың да балалары, немерелері Жарма жақта тұрады, Алматыда тұрады. Одан кейін Саясат деген апайымыз 1941 жылғы жездеміз Бейсекеев Қабдолла деген кісі болған. Ерте ГАИда жұмыс істеді, ерте авариядан қайтыс болып кетті. Бұл кісілердің балалары да Павлодар жақта, Екібастұз, Павлодар, Баянауыл, Алматыда тұрады. Ұрпақтары, немерелері бәрі бар, аман есен. Саясат апай сол балаларымен бірге жазда Баянауылда, қыста Алматыда тұрады. Одан кейін Марат деген ағам 44 жылғы. Бұл кісі Камаш деген жеңгем бар, балалары, ұрпақтары бәрі бар. Марат ағам хирург, дәрігер болып жұмыс істеді. Жеңгем де дәрігер. Сол балаларымен бірге қазір Семей қаласында тұрады. Нәзигүл деген апайым, одан кейінгі 46 жылғы. Бұл кісі де мұғалім болып жұмыс істеді. Жездем Жігітаев Зейнолла деген адам былтыр 80 жасында алдыңғы жылы ковидтан қайтыс болып кетті. Бұл кісілер Үржар жақта тұрды. Одан кейін Зырян жақта тұрды. Апайым мұғалім болды. Жездем де негізі мамандығы бойынша мұғалім, бірақ кейін әкім болды. Сол әртүрлі қызметтерде жұмыс істеді. Одан кейін ағам Манарбек деген 49 жылғы Галя деген жеңгем бар. Екеуі де дәрігер.
Енді балалары әр жерде, Түркияда тұрып жатыр, бір балалары. Астанада тұрып жатыр. Өздері де Астанада тұрып жатыр. Үш ұлдары қолдарында. Бір қыздары Семейде тұрады. Сондай тату-тәтті өмір сүріп жатыр Астанада. Қыдырбай әулетінің ең кенжесі мен, Мейрамбек Распаев, жолдасым Гүлнара. Мен өзім энергетика саласында өмір бойы жұмыс істедім. Гүлнара дәрігер. Қысқаша осы Қыдырбай әулеті туралы. Әкемнен кейінгі бауыры Ахметқали Распаев 1890 жылы туып, 1936 жылдар қайтыс болды. Апамыз Бикен Биби Жамал Дубай қызы деген кісі, руы көнші. Ол кісі 1903 жылы туған, 1987 жылы қайтыс болды. Ахметқали ағамыз Шапайда ұста болып жұмыс істеген. Сол қиыншылық, ашаршылық жылдары қайтыс болған. Енді бұл кісі де 3 жыл болды. Мұхтарам деген ұлы соғысқа кетіп, хабарсыз кетті. Әділбек деген ұлы 927 жылғы, 990 жылы қайтыс болды. Жеңгеміз Шайзада Әмірқызы 1928 жылғы, 68 жылы баладан қайтыс болды. Бұл кісілер Жарма ауданында тұрды, әртүрлі жұмыстар істеді Әділбек аға. Енді Әлімхан деген кіші баласы Ахметқалидың 36 жылы туған, 2010 жылы қайтыс болды. Гүлзада Садуақасқызы деген жеңгеміз болды. Ол кісі де 38 жылы туған, 21 жылы қайтыс болды. Мына фотода көріп отырсыздар, Әділбек аға біздің әкеміз бен шешеміздің жанында отыр. Сол кезде Әділбек аға біздің үйде тұрып оқыпты мектепте. Онан жоғарыда Қажи ағамыздың айтқандарынан да естеріңізде шығар. Мынау енді Әділбек ағаның жастау шағында түскен фотосы, 50 жылдары мөлшері. Мына фотода Әділбек аға Шайзада жеңгеммен бірге алдыларында Төлеуғали, Төкенай балалары, артта тұрған Әлімхан аға. Енді Әділбек ағаның 3 баласы болды. Үлкендері Серік 52 жылғы, қазір Семей қаласында тұрады. Екінші баласы Әділбек ағаның Төлеуғали. Мына фотодағы кішкентай бала кейін үлкен азамат болды. Өкінішке орай менде осы кейінгі фотолары жоқ. Осы Төкенайымыз жақсы механизатор болып жұмыс істеді. Бірақ 86 жылы Чернобыль атом электростанциясындағы жарылыс болғанда сол апатқа оларды мобилизацияға алып кетіп, Төлеуғали соның ішінде ең бірінші партиямен 6 ай жұмыс істеді. Ол жерде ешқандай қорғаныс құралдары берілмеген, дұрыс инструктаж берілмеген. Содан денсаулығына үлкен зиян келді де, 13 жылы қайтыс болды. 56-ға толмай. Бірге барған жігіттердің барлығы дерлік оғынға дейін қайтыс болып кетіп. Семьясы, балалары бар, Құдайға шүкір, осы Семей қаласында тұрады. Одан кейін Құралай, міне Құралай жолдасы Маратпен, Марат құрылыс компанияларын басқарды Алматыда. Ертерек қайтыс болып кетті. Құралай қарындасым қазір Алматыда тұрады. Балалары бәрі аман есен, бәрі жақсы. Міне Құралайдың тағы да бір фотосы. Әлімхан аға мен 67 жылы Георгиевкада түскен фотомыз. Ол кезде бұл кісілер Жарықтаста тұрды ғой деймін. Сол жақтан келді. Мен 7-ші класс, 6-ші класс бітірген кезім. Мынау Әлімхан аға мен Гүлзада жеңгеміздің түскен фотолары. Міне мұнда да сол Әлімхан ағаның жеңгемен түскен фотосы. Мұнда Нұрлан деген баласы. Әлімхан аға өмір бойы трактор айдап, осы трактордан үлкен жетке жеткен адам. 5 жыл сайын жаңа трактор алып отырған, сол бір трактормен баласы фотоға түсуіне, сол жұмысын көрсетейік деп. Міне лучший тракторист деген талай марапаттарды алды. Үстіңгі жағында мына медальдар көрсетіліп тұр. Содан кейін Әлімхан аға 68 жылы Қазақстанның алтын кітабына, Қазақ Совет Республикасының құрмет алтын кітабына жазылды дейді Әлімхан Ахметқали. Осындай үлкен жетерге жеткен бұл ағамыз. Енді мынау алған медальдары. Әлімхан ағаның балалары бәрі Семейде, осы өңірде тұрып жатыр. Немере шөбересі бәрі бар, бәрі жақсы. Айта кететін бір жай, Бикен апамыз осы Әлімхан ағаның қолында тұрды.
сонда тұрып қайтыс болды. Ахметқали атамыздың фотосы жоқ, өкінішке орай. Мына Бикен апамыздың да міне осы жаңғыз фотосы, соны көрсетіп отырмын. Әлімхан аға бұл кісі пенсияға шығарда ешқандай документ бірдеңке жинау керек болады да, олар табылмай. Сонда Әлімхан аға айтыпты, мен жаңғыз шешемді асырай алмайын ба, ешқандай пенсияның қажеті жоқ. Бикен апаны керемет құрметтеп қолында ұстады. Әлімхан ағамның тағы да осындай керемет мінезі болған адам. Енді бір қарындасы Бәтке дейді, Бәдіғұл Жамал шын аты. Біз Кәрітәте деп атайтынбыз. 1900 жылы туып, 1969 жылы қайтыс болды. Бұл кісінің жолдасы Асқожа Қошықұлы деген адамға тұрмысқа шыққан. Ол кісі соғысқа кетіп, хабарсыз кетті. Осы Асқожа Қошықұлы деген жездем өте пысық, сондай адам бопты, бірақ енді жастай ғой енді. Орта жаста сол соғысқа кетіп, хабарсыз кетті. Кейінірек тағы да айтам бұл кісі туралы. Енді бұл кісілерден Жаңылтай Асқожа қызы 1927 жылы туып, 2008 жылы қайтыс болды. Жолдасы Уәлиев Нұрқайыр деген адам 25 жылғы 98 жылы қайтыс болды. Бұл кісілер Ақсуатта тұрды. Нұрқайыр жезде өмір бойы завсклад Патрофсоюзда істеді. Жаңылтай апайымыз бухгалтер болып істеді. Типографияда, редакцияда. Балалары бар, ұрпақтары бар. Сол әр қалада өмір сүріп жатыр. Ұлдары Ақсуатта, Бауыржан деген, басқа балалар, қыздар Семейде, басқа жерлерде. Енді екінші қызы Нағима Асқожа қызы 1938 жылы туып, 97 жылы қайтыс болған. Жолдасы Асылбек Шәкен деген кісі, бұл кісілер Аягөздің Тарбағатайында тұрды. Шәкен жездеміз шопыр болып істеді. Нағима апай сол әртүрлі жұмыстар істеді. Балалары бар, бұл кісілердің ұрпақтары бар. Сол Аягөз жақта, Тарбағатайда, басқа жерлерде өмір сүріп жатыр. Енді мына фотоларды көрейік. Бәтке апайымыз картетеміз біздің. Осы жаңғыз фотосы ғана бар, жеке түскен. Бұл 53-54 жылдар түскен фото. Мына жерде Әсет әтем, алдында Дариға деген апайымыз отыр. Жанында Лена, кішкентай қыздар. Бұлардың бәрі үлкен әже болды қазір. Лена апай Өскеменде тұрады, Дариға апай осы Семей қаласында тұрады. Арт жағында күліп тұрған сол Жаңылтай апайымыз. Жаңа картетемнің үлкен қызы Жаңылтай Асқожина. Екінші қыз кішірек, одан Нағима деген апайымыз. Сол екеуі картетемнің қыздары. Мына фотода алдыңғы қатарда Жаңылтай апайым отыр, алдында Халқа деген ұлы, ортада картетем отыр, алдында Шаяхмет деген Әсепайдың ұлы. Одан кейін Дариға, алдында бір орыстың баласы. Артқы қатарда Әсепайым тұр, ортада Мұхтар аға, жездем. Менің апайым Роза апай. Қысқаша Распай Шалауылынан тараған әулеттің шежіресі осы. Қош сау болыңыздар ағайын.